Исәнмесез, бүген без караячакбыз Булат Шайминың видеосын. Татарлар белән казаклар бер-берсен аңлыйлармы икән? Соңгы видеода ул миңа коммент язды. Шуңа күрә сәлам, бәлки монысын да карар, кызык булыр иде. Татарга тылмаш кирәкме дигән мәкаль. Бу чыннан да шулай микән? Татар кешесе казак кешесен тәрҗемәчесез генә, тылмашсыз гына аңлый ала микән? Бүген без шуны тикшерәчәкбез. Һәм бүгенге кунагыбыз Алматы шәһәреннән казак егете Бауыржан. Сәлам Бауыржан, Татарстаннан. Сәлам Алматыдан. Минем сүзләр әзер, синең сүзләр әзерме? Әзер, һәр даим. Димәк, син бары тик казакча сөйләшәсең, мин бары тик татарча сөйләшәм. Башта мин сиңа сүзне аңлатам, аннан син миңа аңлатасың, һәм мин белеп карыйм. Biz беренче оның аңлатмасын айту керек. Жоқ, сөз айтамыз. Мәсәлән, мин аңлатам, мин ул сүзне әйтергә тиеш түгелмен, әйтергә ярамый сүзне, синонимнар ярамый, аннан без аны инглишчәгә тәрҗемә белән тикшерә алабыз. So we can use English to sort of understand whether we've guessed the word or not. Беренче сүз җиңел сүз. Бу бик көчле хис, кемгә дә булса булган хис. Гадәттә без ул кешегә бик сокланып карыйбыз. Һәм без аңа яхшылык эшләргә телибез. Әгәр дә бу хис бездә бар икән. Белә аласыңмы? Беренче хис ни икән белеп берек. Безгә андай сөз. Димәк, син ул кешегә карыйсың һәм синең көләсең килә, синең аны кочаклыйсың килә. Ул кешегә менә шундый хис, тойгы. Бу шундый тойгы, аңлыйсыңмы? Мәхәббәт? Юк. Тойгы да бездә андай сөз. Юкмы? Хис, сөйләргә тагын хис, тойгы, эмоция. Ну, бунысы эмоция инде татарсыз түгел. Дәвам итәм. Хис та менің ойымша татар сөзі емес, ол да кірме сөзі шығар, араб барсы. Бәлки. Демәк, бу иң популяр сүз миңа калса бөтен телләрдә дә. Нәгәрә кешеме? Кеше. Мин аның белән булырга телим. Һәм мин Гашыгың. Якын киләсең. Әйе, менә Сөйекті. Әйелі. Жұбай. Сөйекті қыз. Сыю. Ягъни Антында. эмоция. Эмоция. Сүйіспеншілік, ғашықтық. Гашыклык башкача көчлерәк. Махаббат. Әйе, мәхәббәт. О, Яисә сөю. мин баштан ук әйткәнмен. Әйтмәсәм кызык булыр иде инде. Минем оңгырлык. Сездә дә мәхәббәт, бездә мәхәббәт, сездә мәхәббәт, шулаймы? Бізде махаббат, иә. Мәхәббәт. Бірақ бізде архаизм сөз бар, сүйім деген. Қазір ешкім қолданбайды. Сіз сөю қолданмайсызмы? Сөю деп. Сүйу, иә дейміз. Солай айтамыз. Біз айтабыз, мен сені яратам гадәттә. Ну bizdə ярату сүзе кулланыла. Сездә мен сені Мен сөям. сені сүйем, біз сені жақсы көрем дейміз. Сені яхшы күрәм дигән кебек. Иә. Демәк, син ничәрәт? Енді менің бұл енді зат есім, яғни наум, табиғи құбылыс. Енді бұны табу оңай. Жаңбыр жауғаннан кейін күннің сәулесіне шағылған тамшылардан пайда болатын оптикалық Аңладым. Ай. Біз аны салават көпірі дейбіз. Сездә ничек ул? салават көпірі. Бізде кемпір қосақ. So it's rainbow. Yeah. Okay, so I've guessed it. So it's салават көпірі біздәме? Сездә яңадан? Мен әле уйларга да вакытым булмады. Кемпір қосақ. Кемпір қосақ. Иә. Яхшы, ярый. Дәвам итәбез. Мин Молданазар дигән казак җырчысын тыңладым һәм аның бер җырында шундый сүз бар. Син аны беләсеңме? Ул җырчыны? Иә, бір-екі өлеңдерін естіп көргем. Яхшы. Бу әйберне матурлыгы өчен кияләр. Аны кияләр гадәттә муенга. Шарф. Юк, аны матурлыгы өчен кияләр, гүзәллек өчен кияләр, ягъни. Кызлар кияргә ярата. Моншақ. Юк. Башкача? Мойынға тағады дедіңіз, иә? Әйе, муенга тагалар. Бізге мойынға қатысты тек қана моншақ бар. Муенша. Немесе Кызлар тага, шулаймы? иә. Яхшы, Басқа бәлки. жоқ, бижутерия. Яхшы, бездә муенса. Мин сездә алка дип ишеткән идем, алка. Алқа. Иә, алқа келеді екен. Бу шулык сүзме? Муеншак, алка. Алқа енді, білмеймін, мен қыз болмағаннан кейін шығар білдім. Бу сүз миңа кызык булды, җырда ишеттем. Менә бу Молданазарның җырында, мәхәббәт җырында. Алга бит инде ул әйбер. Монда кия торган әйбер. Мойныңда сенің күмістен алқа деп жырлай ул. Иә. Күмістен алқа демек мойынса? So it's a necklace, right? Мойынсақ.
мойын деген сөзден, иә? Әйе, мойын, бізде де мойын. Бізде мойын. Енді менің келесі сөзім, Яқшы. жалғастырайын. Бұл тағам шығу тегі Италиядан. Енді шәрбаттан жасайды, сүт қосады, сүт тағамы яғни. Осы. Италиядан? Иә, шығу тегі Италиядан. Бұл баллы әйбір демек, татлы әйбір демек. Шәрбат, мұз, сүт. Мұз, сүт? Бал. Мен білмеймін ондай білерді. Мұз? Мұз. Наташа қалай болады екен мұз деген сөз? Сүт, білмеймін, демек мен берішем. Не дейсіз? Боз. Мұз деген боз екен. Сізде М білән Б алмашыны ғой. Әйе, яқшы. Біз боз дейбіз. Демек тоңдырма. Бұл тоңдырма. Тоңдырма деген түркше дондырма деген. Иә, дұрыс онда. Балмұздақ бізде. Ice cream демек. Иә. Бізде балмұздақ дейді. Балмұздақ. Мен көрген едім. Қызық сөз. Давам етеміз. Қызық. Бұл фиғыл. Аңласың, демек фиғыл. Исім түгіл фиғыл. Аңладың? Араб сөзі, мен араб. Аңлатам. Ndida bo'lsa filmni qo'rar uchun boshda ani shushlaytirga kerak. Esa muzika tinglar uchun ani shushlaytirga kerak. Boshlarga? Nishlatuv bu. O'ynatырга? Registratsiya жасау. Yo'q. Tirkalu tugul, yo'q. O'ynatу. Yo'q. Qo'shiq. Bu demak, ana ikki ma'nosi bor. Ул internetda qo'llanilgan so'z emas. Әлі Зулиға RIP. Көптен түгел бит вафат болды. Көңілсіз. Тагын, мәсәлән, нидер арбага, нидер нитәсең менә. Синонимны әйтә яздым. Аны әйберне аласың һәм арбага нишәтәсең? Салам. Яисә? Жүктейм. Әйе, димәк, синең сүзең? Жүктеу. Әйе, йөкләү. Бездә йөкләү. Сездә жүктәү. Жүктеу. Менің келесі сөзім, бұл жаңағы қазір айтайын. Аласа ағаш бұталарда өсетін шырынды жеміс түрі. Сол жемістердің атауы. Bu demek. Мысалы оған құлпынай, таңқурай, қарақат, тағы басқасы жатады. Яра, мен аңладым, бұл жеміс. Нидер ағашта өсе тұрған жеміс. Соның жалпы атауы. Ғұмумен атамасы. Ол кішкентай болады. Жемісінің атамасы? Аласа ағаштарда немесе бұталарда өсетін шырынды жеміс түрі. Тұта, хамисен сұрауға берем, ашқыма. Бұл әйбір ағашта өсе, бұл жеміс. Ағашта ғана емес, бұталарда өседі, бұта. Бұтақларында өсе. Жоқ, ағаштың бұтақтары ол басқа. Жалпынандай аласа бұтақтар бар. Не, қуақлар, демек. Қуақта өсе. Иә. Ол баллы ма, ол жеміс, аны аша бұла ма? Кіші ашай ма? Иә. Жоқ, оның түр-түрі болады. Улысы болады, жеуге жарамдысы болады, жабайысы болады, және үйде өсірілетін болады. Оның жалпы Аның түсі нендей түсі? Түстері көбінесе қызғылт, күлгін, қызыл болады. Кейбіреу сары болып кетеді. Сондай қызғылт, сары, жылы түстері. Ал зұр ма ол жеміс? Ол көп мәрақ бармақ білән түсті аласың? Бірақ жалпы бар ғой, оның түстері әртүрлі бола алады. Әйе. Көк те бола алады мысалы. Зәңгір де бола алады демек. Нақты түсі жоқ олардың. Қарлыған? Жалпы атауы. Жеміс, нәрсе? Жилек? Иә. Жилек шығар. Жилек, сізді қазақша? Мен жилек деп ойлаған едім, бик аңғыра деп ойладым түгі. Жилек. Мен түгі ауыр айттым, мәселені ауыр айттым ғана бары тек. Демек, келесі сөзім. Бұл әйбір, әр кішінің йортында бар. Ол әйбір аша бөлме. Домбыраны алармын. Мен көптен түгел нығайлар турында видео жасағанда, анда мына шол музыка ойнайды. Әгә яқтылық кіре ала. Һәм бұл әйбір аша біз урамны көре алабыз бұл әйбір аша. Мен кей турында. Бұл өте көрінмәді. Терезе. Әлбәтте, терезе. Келесі сөзім, бұл жануар. Сүт қоректі жануар. Қазір оны мысалы жаңағы Азияның және Африканың бөлігінде кездестіруге болады.
Сен мұны қоян дедің, Африкадан дедің ме бұл жануарны? Африкада да бар, Азияда да бар. Ерар бұл зор ма бұл жануар? Иә, үлкен, зор. Яқшы, үлкен, сізде үлкен, бізде зор. Ұлы демек, біз ұлы дейбіз. Аның Ұлы құлақлар... деген енді бізде great. Бұл жануарның құлақлары зор ма? Жоқ, білеміз. Тағы нендей сипатлары бар дедің? Ең басты сипатын айттым. Тұмсығында мүйізі бар. Тұмшығында нәрсе бар? Мөгіз? Мүйіз. Мүгізі бар. Аңашылды, бұл демек мүгіз бұрын дейлер бізде. It's a rhino, right? Иә, Мүгіз бұрын. мүгіз бұрын. Сізде нәрсе? Мүйіз тұмсық. Бізде тұмшық ол қышта бұла. Бізде енді тұмсыққа келтіредік. Тұмшық Мен мындай ойындарды ойнай алмас едім, менің қамым бошым қойдыр әлі қоя ішіп кетті. Мен бұл шыл жырны яндырды да, менің бошым әлі қойда ішіп кетті. Оның тұрында селі башладым. Нешек мен нұғайлар турында видео жасағанды. Ол жаңағы мынау, сонда мұрнын ауыз шығып тұрған ол ұстаған емес, итте де болады, кеде де болады. Бізде тұмшық ол құштарыныкі ғадатта, білмем. Ерар, рахмат сеңа, Бауыржан. Жарайды, онда салон сізге де рахмет. Міне, бітті бұл. Хушығыз сізге де. Видео Булатшай менің yazımlı астында. Қорай аласыз, менің комментларсыз. Меңа да комментлар yazығыз, лайклар қойығыз, жазылығыз каналға Булатшай меңа да. Рахмет, қораған үшін.